Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен кешкі ас рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картопымызды аршып, дөңгелек етіп, қызып тұрған майымызда қызартып, қуырып аламыз. Видеода көрсетілгендей. Картопты қызартып қуырып алғаннан кейін етімізді дайындаймыз. Менде сиыр еті, сіздер тауықтың етінен қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Қызып тұрған майымызда етті 15-20 минуттай баяу отта, өте төмен отта қуырып аламыз. Оның үстіне пияз салып, және де 5-10 минуттай қуыратын боламыз. Пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Пияз қызарған соң, оның үстіне сәбіз, кішкене де сарымсақ саламыз. Келесі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Таза ыдысымызға жарты стакан су, тұз салып араластырамыз. Жұмыртқа салсаңыздар да болады. Ел кезектен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа пакетке немесе ыдысқа салып, бір шетке қойып қоямыз. Қамырдың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Бізге пияз және де сәбіз қажет болады. Пиязымызды майда жұқа етіп тураймыз. Ал сәбізімізді болса үккіштен өткіземіз. Майда етіп туралған пияздың үстіне тұз, дәмдеуіш және де көкшөп саламыз. Көкшөп салмасаңыздар да болады. Дайын болған қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне сұйық май құйып, жағып шығамыз. Оның бетіне салмасын салып, ораймыз. Оралған қамырымызды қазанның ішіне саламыз. Бір-біріне жабыспас үшін 40 қабат салып, үстіне екінші қамырды салып, үстіне томат пастасын құйып, жарты сағатта пісіреміз.
Мінекей кешкі асымыз дайын болды. Тағамыз өте тойымды және де ең бастысы қолда бар заттан жасалынды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді жазып, лүпілдеріңізді басып отырыңыздар. Рахмет үлкен.